Вот с подвала вот того дома, да, и прям по забору металлическому, вот эти рестораны все запитаны. Это что? Бізде школ жоқ, мектеп. Управляющая компания мен халықтың арасында қарым-қатынас жоқ. Большая проблема – это дорожные разметки и знаки. Мынандай шын айтқанда заңсыз сауда Алматы облысы емес, бүкіл жағы. Қазақстанның ең түкпірінде мынандай жағдай жоқ. Ар жағында, бер жағында анау металлолом шашылып жатыр. Машины какие-то ремонтируют. Почему не смотрите? Проблема, потому что у людей там, ну, есть сомнения. Собрали деньги, куда они там потратили деген сияқты. Алматының іргесінде орналасқан 25 мың халқы бар Асыл Арман тұрғын үй кешенінің бүгінде шешілмей жатқан мәселелер жетіп артылады. Мектебін айтпағаннан бөлек, осыдан бір апта бұрын тұрғын үй кешенінің бүкіл халқы ауыз судан тапшылық көрген болатын. Оған көпшілік сумен қамтамасыз ету компаниясын кінәлауда. Дәл осы мәселе бойынша Қарасай ауданының әкімі Жасұлан Тоққажолы бірнеше рет келіп ат басын бұрған болатын. Аудан басшысы Жасұлан Тоққажолы тағы да арнайы келіп, тұрғындардың бірнеше мәселелердің шешілмей жатқанын өз ауыздарынан естіді. Талайына аудан әкімі өзі жауап беріп, қай мәселе шешілетін және қайсысы уақыт күттіретінін де анық айтты. Вот это кабеля электрические. Кто это? Вот с подвала вот того дома, да, и прям по забору металлическому, вот эти рестораны все запитаны. Это что? Сейчас бірге барақ сол жерде көрейік. Келгем, суббота күні келгем осында кездескен. Ажеке. Осындай болуы мүмкін бе мынандай? Жоқ. Сендер енді не өздерің қадағалайды бұның Бештранс қадағалайды өйткені. Сіздердікі ғой, да? Техусловия дәл осылар берілмеген оларға. Мынадай мүмкін емес, мынадай темір столбыларға, темір проводтарға ілініп, көп жолмен келгенде мына кісілер айтқан, мына жердегі заңсыз мына қосылған электроэнергия бар, басқа соны тексерейік деп. Сондықтан мен қазір тапсырма беріп отыр мына осы жерде обслуживающая организация Беш пе, АКС, да, по-моему? Бештранс, электричество Бештранс. Бештранс, да? Полностью мыналарды тексеруіңіз керек. Қалай мына подвалда мына забормен мынандай тех условия жақсы ма? Екінші подвал деген. Өткен жол кім қайда Ескендір Абылай екеуің? Подвальный помещение статус қандай бұл? Кімдікі? Кімнің меншігінде қазір? Басында ТУ элит стройдікі болды дейді. Одан кейін в настоящее время на 95% проданы третьим лицам. Жеке меншікке сатылған, дұрыс па? Бірінші, жеке меншікке сатылса, бұл жерде енді басқа заңдар бар ғой. Газовый баллон болмайды подвалда сақтауға, дұрыс па? Қолға түседі да, содан кейін тиісті мекемелер солар бәрі өзінің несін береді. Санитарный врач қайда? Осында ма? Шақырып едім ғой. Қайда? Мында келіңіз. Міне, бұл жерде былай істейік. Бүкіл подвалдардың обследование жасаңыздар. Егер керек болса, жаңағы сіздер қазір айтасыздар ғой, обращение болмаса біз тексеруге шыға алмаймыз деп. Онда тұрғындардың обращение осы жерде бәрі арызын береді. Сондықтан осы жилой комплекстің астындағы бүкіл дүкендер басқалар тексеріп Какие можно еще сказать по поводу регистрации объекта кондоминиума, да? Пожалуйста. Теперь вот смотрите, здесь статус, я вот дома не знаю, здесь, по-моему, через Самрук-Казна, да, в арендное жилье. Да. Полностью выкупили или еще нет? Я считаю, что әлі толық біткен жоқ. 78% Самрук-Казна. 78% да, сонда. Получается, 20% ғана меншік сатып алған. Бұл үйде әлі толық сатып алмағаннан кейін біз осы әр үйге құрамаймыз. Солай ғой. Благоустройство бойынша мен Абылайға әкімге тапсырма бердім. Келесі көктемде анау детский площадкаларды резиновый покрытие жасаймыз. Апта бұрын су скважинасында авария орын алды. Бұл жағдай мысалы қазір күн жылы болды да жақсы өтіп кетті. Ал осындай жағдай қайталанбасына кім гарантия береді? Егер қаңтар айында, ақпан айында болатын болса, осындай не застраховать? Жағдай болмас үшін мына водозабордың қасына қазір бір айдың ішінде скважина қазды, запас, резервный скважина қазамыз. 4 сентябрь күні әлеуметтік желіден көрдік. Сіз мектеп салатын строительный компанияға уақыт бергенсіз 28 қыркүйекке дейін деп. Бүгін міне 10 қазан, бірақ жұмыс әлі басталған жоқ. Кезінде сол жаңа Адвента дегенге жерді берген, ол міндеттеме алған, мен өз қаражатыма салам деп. Өткен жол өздеріңіз көрдіңіздер, 28 күні жұмысты бастаймын деп. Енді заң бар ғой бізде, заң бойынша кезінде беріпті. Салам деп міндеттеме алыпты. Егер 20 декабрьға дейін қарқынды жұмыс басталмаса, ана жерде кәдімгі мектеп салғанда білінеді ғой же. Біз ана договорын созбаймыз да, басқа жаңағы өзіміздің бюджеттен саламыз ол мектепті. Мына торговый точкалардың бәрі мен жаңағы ауылдың әкіміне жаңағы Абылай тұр ғой, келгеннен кейін тапсырма бердім. Мынандай шын айтқанда заңсыз сауда Алматы облысы емес, бүкіл жаңағы Қазақстанның ең түкпірінде мынандай жағдай жоқ.
мына жер енді ұят мына жер. мынау сасық мәселесі не болып жатыр? Сасық мәселесі ол жоқ, мен өткен аптада болдым. Мына Қазақстан қағазын айтып отырсыз ғой. Қазір олар қазір жоба жасап жатыр. Біз енді қазір облыстан ұсыныс жасаймыз облысқа. Бюджета? Помогать. Там есть же дорожная карта бизнеса, есть различные вопросы. Чтобы хотя бы откуда в этом помочь государство провело, а они подключились. Мы этот вопрос будем решать. Нам нужен круглосуточный пост, это раз, чтобы круглосуточно кто-то находился здесь постоянно. Мобильный пост. Особенно в летнее время. Во-вторых, нам нужен мобильный пост какой, чтобы патрулировали. Я не знаю, пусть будет будка какая-нибудь. Но я понимаю, что это люди все. Потом не соблюдается регламент. Уважаемый Акимов, что сказали по поводу этих точек? Уберут их? Вот эти точки. 12 метров же, да, большая 12 метров выкупаем мы там. Теперь вот здесь районный архитектор стоит. Я хочу ему дать поручение вот насчет вот этих всех каких-то непонятных построек. Полностью по периметру вот Асларманның ар жағында, бер жағында анау металлолом шашылып жатыр жаңағы. Машины какие-то ремонтируют. Почему не смотрите? Есть вопросы, мы придем, объясним. Все вместе эти нет нерешаемых вопросов. Халықты осындай наразы болмайтын еді, егер жақсы жұмыс істесе бұл кісілер. Жинаңыз да халықпен түсіндіру жұмысын жүргізіңіз. Проблема в чем? Проблема потому что у людей там, ну, есть сомнения. Собрали деньги, куда они там потратили деген сияқты. Егер соның бәрін ашық айтсаңыз, айтасыз, мен мына WhatsApp-қа мынандай нелерге жібергем, сол жерден көріңіздер деп. Болды ғой. Жақсы ма? Жақсы. Жақсы онда, сау болыңыздар. Удачи, успехов. Рахмет. Рахмет.